Дауыс жаңғырып, тағы басқа бір нәрсе шықпай тұрса, айтыңыздар. Сеттен проблема болса, Окей. иә? Аха. Сөйлемей қалған қорқып кеттім ғой. Гомогенді химиялық реакция жылдамдығы математикалық өрнегі дейді. Гомогенді деп айтып тұру, еще көрініп тұр мына жерде сұрақ. Бұл негізі Альмираның сұрағы болған. Альмира бар ма өзі? Әлі келмепті ғой. Альмира жоқ. Иә, жақсы записті көрер. Қайсысы деп ойлайсыңдар? Именно жылдамдық, тепе-теңдікке келген кезде әлі күнге дейін проблема бар екен. Сұрақтарыңызды қойдыңыздар, сол сұрақтарыңызға жауап алуға асықпайсыздар ма? Асығамыз, апай. Жақсы, енді мына жерде қайсы жауап деп ойлайсыздар? Апай да деп ойлаймын. Ау? Мына жерде гетеро деген дұрыс тұр ғой. Болмай ма? Гетеро деген гетерогенді болады, иә? Ал бұл жерде сұрақ тұрған гомогенді. Ол анандай болмай ма? В көбейтілген Т болмай ма? Ау? Міне, мынау ғой Е жауабы. Е астында тұр, мен көрмей тұрмын ғой. Иә, жылдамдық гомогенді. Міне, гомогенді деп еще жазылып тұр. Бұл жерде N деген нью ғой, мынау В көбейтілген Т. Қаяқтан шықты нью бөлінген В? Ол С жалпы жылдамдық, ол В-ның Т-ға қатынасы емес па? Уақытқа. Солай ма? Иә. Енді, ойбай, В-ның деппін ғой, концентрацияны. С-ның Т-ға қатынасы. Дельтасының дельта Т-ға қатынасы. Осы концентрация дегенің ол зат мөлшерінің көлемге қатынасы. Осы концентрацияның орнына нью бөлінген В деп қойылған гомогенді кезде. Неге гомогенді кезде көлем алынады, ал гетерогенді кезде аудан алынады? Себебі гомогенді деген көбінесе газдар болады, ол газ, сұйық. Олардың көлемі үлкен рөл атқарады. Ал гетерогенді мысалға темір, көмір деген қатты зат па, оның темірдің, например, беткі қабатына әсер етеді. Мысалы, бір нәрсеге батырсаң, беткі қабаты реакцияға түседі, ал темірдің ішкі қабаты реакцияға түспейді, тек беті түседі реакцияға. Сондықтан оның беткі қабатының ауданын есептейді. Тақташа болса, беткі қабатын тақташаның ауданын есептейді. Ал сен газдардың ауданын есептей алмайсың ғой, солай емес па? Сондықтан олардың көлемін есептейсіңдер. Сондықтан гомогендіде міндетті түрде көлем, гетерогендіде аудан болады. Ал мыналар вообще тура реакцияның жылдамдығы, мынау вообще ондай жоқ. Кері реакцияның жылдамдығы, гетерогенді, сосын гомогенді реакцияның жылдамдығы. Түсінікті ғой, иә? Түсінікті, апай. Келесі, мына жүйеде тепе-теңдік оңға қарай ығысатын фактор. Оңға қарай ығысады, қандай жағдайда? Меніңше тепе-теңдік деген оңай. Осы сабақты онша түсінбеймін. Бұл сабақта кімде проблема бар? Менде жоқ, апай. Жоқ, апай. Ұнайма барлықтарыңызға? Иә. Альмира да именно осы сабақты, тепе-теңдік сабағы алдында да қатыспады ма, білмедім. Сұрақ қылып қойды, осындайлардан қателесемін дейді. Енді біріншіден тепе-теңдікке қатты зат әсер етпейді. СО1 мен СО2. Бұл жерге екеуінің коэффициентінде ешқандай не жоқ қой? Әсер етпейді. Мынау 1 моль, мынау 1 моль. Қысым әсер етпейді. Қысым төмендесе де жоғарыласа да әсер етпейді. Себебі моль сандары бірдей. Тең нөлде болды. Значит, ол қысымға әсер етпейді. Ал енді өршіткі қосса, бұл жалпы тепе-теңдікке әсер етпейді. Сонда температура жоғарыласа, или температура төмендесе деген. Жоғарылату керек, қой минус Q кезде. Бізде оң жақ деген мына жақ емес па? Оң жақта минус Q. Ал минус Q болса, температура керісінше қалай болады? Плюс болады. Плюс не жоғары болады, температура жоғары болады. Ал керісінше плюс Q болса, онда төмен болады. Түсінікті ғой, Осы үш фактор бар. Әсер ететін өзі қысым,
температура, концентрация. Жалпы қай жақ концентрациясы аз, сол жаққа қарай ығысады концентрацияда. Температурада жоғары болады, жылу төмен болғанда, немесе минус болғанда. Температура төмен болады, плюс жоғары болған. Енді жалпы қалай қарама қарсы болады, антоним. Ал қысым ол зат мөлшері моль санымен антоним болады. Мына қысым жоғары болса, моль саны төмен болу керек, ал қысым төмен болса, моль саны жоғары болу керек. Көп болу керек деген сияқты, көп немесе. Жалпы осы нәрсені сақтап қалу керек. Концентрация ол аз жаққа ығысады. Қай жақтың концентрациясы аз, сол жаққа қарай ығысады. Например, СО-ның концентрациясы аз десе, сол жаққа ығысады. СО2-ның концентрациясы көп десе, значит, мына жақты көп болса, мына жақтікі аз. СО жаққа қарай ығысады тағы да. Или керісінше, СО-ның концентрациясы көп десе, онда мына жаққа қарай ығысады. Бір жағында көп болса, екінші жағында міндетті түрде аз болғаны. Түсінікті ғой, немесе сол жақта аз деді ма, аз жақта ұстап қаласың. Осы жақ аз, значит, осыған қарай ығысады. Білмеймін, меніңше вроде өте оңай нәрсе сияқты. Келесі, қысымды арттырғанда тепе-теңдік оңға қарай ығысатын теңдеу. Моль көп жағына ығысады. Міндетті түрде бұл жерде. Бірді алып тастаймыз. Түрлі болу керек. Қараңызшы. Жатпайды, моль саны тең. Екеуінде тең ғой. Тең. Бұған қысым ғой, С. әсер етпейді. Келесі, мынадан да қысым әсер етпейді. Мынау тоже қысым әсер етпейді мына жерде. Ойбай. Мынаған қысым әсер етпейді. Және мынаған да қысым әсер етпейді. С болады ғой. С жауаптарына әсер етіп тұр. Түсініп тұрсың ба? Ары қарай оңға солға деген проблема потом барып несесін. Неге оңға ығысып тұр? Өйткені ол жақ аз. Мына жақ оң жақта аз. Ал солға десе, ол сол жақ аз болу керек. Қызығы мына жерде қалғанның барлығында қысым әсер етпейді. Яғни моль саны екі жағында бірдей болса, қысым әсер етпейді. Ана СО хлор 2-де бірақ моль ғой, алдыңғы. СО хлор 2-де, мынау бір моль. То есть, мына жақта көп болып тұр, мынау бір моль, мынау 2 моль ма? Ойбай. Бір моль, мына жақ 2 моль, мынау бір моль ғой, мынаған әсер етеді екен, бірақ бұл жерде қай жаққа ығысады? Солға ығысады. Өйткені сол жағың не болып тұр? Сол жағың аз болып тұр. Криолит балқымасындағы 510 келі алюминий 2O3 электролиз дегенде катод пен анодтағы шығымы 80%-ды құрайды. Катодтағы өнімнің массасы. Бұны маған Надира сұрақ қойды, бірақ өзі жоқ. Ионға драта саламыз, Масса дегенде шошымай қойыңыздар, ол алюминий 2O3-тің екінші атауы. Алюминий 2O3 ол жалпы алюминий плюс O2 болады көбінесе. Сен теңестіресің? Болады. Осылай істей саласың бұны электролизінде. Именно осы... Психолог ұстаймыз ба? Ол ертінде ғой, ертінде. Ертінде электролизі бірдеме дегенде, бұнан балқымасы деп тұрған жоқ па? Сосын көбінесе алюминий оксидінде балқыма электролизі болады. Енді 510 келі ол алюминий 2O3, 510 килограмм. Бізге катод пен анодтағы шығым 80%, катодтың өнімін сұрап тұр. Катодтығы X дейміз, X килограмм, 2 көбейтілген 102, 4 көбейтілген 27. 108 4 көбейтілген 27. Болады, 4 пен 2-ні қысқартып жіберіп, мұнда 2 көбейтілген 27 десеңіз де болады. X-ті табамыз алдымен, 54-ті көбейтеміз 510-ға, бөлеміз 102-ге. Қанша болады? Запайым. 510 бөлінген 270. 270 ба? 270 болды, бірақ бұның шығымы бар 80%. Яғни бұл өнім жақ,
Сондықтан бұны 100% дейсің да 80%-ында x дейсің. 216. 216 килограмм болған. Осылай шығарылады. Триестиарат гидролизінің массасы негізі мен алдында майлар тақырыбының стеарин, пальмитин, екі қаныққан карбон қышқылы, сосын алин, линолин, екі қанықпаған карбон қышқылы туралы айтқан болатынмын. Және біз оны жаттауға тырыстық. Стеараттың 890 екенін біліп тұрмын несін. Стеараттың формуласын кім біледі? 17 ма? 35 бетті, 37. Әлі күнге дейін жаттап 17 H35 стеарин. Солонат. Стеарин қышқылы қалай? С17 H35 COH. Стеарин қышқылы, С17 H35 COOH бұл стеарин қышқылы, С17 H33 болса, С17 H33 болса, уже алейн болады. Алейн болады. Мынау стеарин. Одан кейін С17 H31 болса, надан кіші болса, линолин болады. Линол болады да. Екеуге кішірей берсе, мысалы С17 H31 болып азайса, екі есе. Мұнда линол болады. Линол. Ал С17 мынадан екі есе кіші болса 29 ба? 29 С болса, онда линолин. Линолин. Просто ана сақтасын екі есе кіші дегендерді деп атқаным ғой. Алин ол стеариннен екі есе кіші, одан линол екі есе кіші, одан линолин екі есе кіші. Түсінікті болып отыр ма? Жалпы бұл гидролиз, триестиарат гидролиз дегенде май ыдырайтын болса, алынатын глицериннің массасы, жалпы бізде мынадай ғой формула. С2 CH С2 О ой, былай, мына жерде СО деп келтіресіңдер ғой. СО деп келетте, мына жерде R дейді. Бұл R деген не ол? Радикал. Радикал. Мынау радикал болады. Сонда, мысалға, кімдікін триестиарат па, онда осы С17 H35-імізді аламыз. С17 H35 деп бәріне. Түсінікті ма? Яғни мына жолы, мына жағы тура осылай келу керек та, соны айтып жатырмыз. Енді гидролиз десе, оны су қосамыз. Әрине, мына жерде 3 есе болғандықтан суды сразу 3 еселеп жіберсек болады. Міндетті түрде мынадан, мына бір жерден не шығады? Мына жерден? Глицерин шығады. CH2OH, CHOH, CH2OH. Одан кейін карбон қышқылы шығады. Яғни стеарин шығады. Оны алдына 3 қосылып, 3 деп жаза салсақ, С17 H35 COOH деп алдына 3 қоя салсақ болатын шығар. Мынау негізі стеарин қышқылы, бірақ бізге триестиараттан алынатын болғандықтан, оның гидролиз реакциясы осылай болады. Мынау түсінікті ма? Жазған. Алло. Түсінікті. Сақтап отырыңыздар. Енді бұл жерде не айтып тұр? 1 тонна триестиарат гидролизденіп тұр. Мына жерде 1 тонна 89% май ыдырайтын болса, алынатын глицериннің массасы. Мынау керек. 89% дейді. Өнімнің шығымы 70% дейді.
Жалпы бірінші 1 тоннадан 89%-ын алып барып шығарсақ болады глицеринді. Не болмасын, осыдан тауып алып, ары қарай 89%, сосын 75%-ді табуға болады. Қайсысын қолдайсыңдар? Кімге қалай ыңғайлы? Артынан пайыздармен жұмыс жасауға болады. Негізі артынан жасайық апай. Артынан істеген дұрыс сияқты. артынан ба, онда шығарып алайық. 1 тонна деген қанша келі? 1000 келі ма? 1000 келі. Ой, мына жерде алаптар жоқ екен. 1000 келі. 1000 келі бұл. Мынаның емері 890 болу керек негізі. Майдың емері. Кім білет жатқа? Болмаса шығар. 890. 890, глицериндікі 92 болу керек. 92-ні 1000-ға көбейтіп 890-ға бөлесің. 103-те 3 болады екен апай. 103-те 37 апай. 103-те 37 болады, 103-те 37 бұл өнімнің шығымын табатын болсақ, алдымен егер 75%-ді, онда осыны 100% дейсің де 75%-ын X деп табасың. Бұл жерден қанша? 77-те 50. 77-де 5. 77-де 5. Ал енді оның 89%-ы ғана ыдыраған болса, бұл заттың 89% болады да, сіз 100%-ын табасың. Бөлінген 87. 87-те 1. 87 деген жауап болу керек негізі мына жерде. Жауаптары жоқ екен. Бірақ жалпы түсінікті ғой есеп. Иә. Мен осындай формулалар табуға қиналамын ше. 300 рад дегендерін. Просто жаттау керек қой. Кім қиналам деп отқан? Есеп шығара берсе жатталады ғой. Есеп шығарса. Есеп шығарса жатталады, бірақ мен жаңа жаттаудың бір жолын айттым ғой. Міне, стеарин. Бір-біріне байланыстырып жаттау керек. Иә. Стеариннен не? Стеарин жаттап аласың бірінші. Стеаринді жаттап алу, өйткені ол өте көп кесе. С17, H35, иә? SOH-ты жазбай қойсам болады ғой. Уже ары қарай түсінікті ғой. Иә. С17, H35 ол стеарин болса, С17, H33 болса, кім ол? Алейн. Алейн. Иә. Одан кейін С17, H33-тен 2-ні алып тастайсың. 31 ма? 31 болса? Линол. Иә, С17, H31-ден 2-ні алып тастайсың, 29. Линолен. Қараш, мынау стеарин мен алейн негізі сіздің білу керексің, білмеймін. Қалай бір эсті, ол, лин, бірдеме деген сияқты сөз шығарып алуыңа болады немесе? Ол, линол деген сияқты бірдеңе шығарып алуға болады енді. Бірмен жазып алу. Бас әріптерің. С, О, Л, сол деген сияқты, сол. Енді мынау стеарин, мынау алейн, мынау линолен. Соллен болса болады, не қара. Соллен болады. Стеарин, алейн, линолен. Яғни ретімен керек болса. Мынау 17 жастан 35 жас 2 есе ғой, 35. Білмеймін, жаспен келтіресің. Әйтеуір, қалай болса да сақтау керек. Енді бізде тағы сақталу керек нәрсе не емес па? Пальмитин. Пальмитин, ол С қанша болады? 15 қой онда. С15, H31. Пальма, иә? 15 пальма, 31 ағаш. Ау? Пальмитин. Линолдан 2-не кішкентай екен. Линольдан ба? Қайда? Иә. Бұның көміртегі кішкентай. Мынадан, олейнен 2 есе кіші болады.
екеуі де. Қараш, көміртегі де 2 есе кіші. Сутегі де 2 есе кіші. Байқадың ба? Иә. Сонда олейнен 2 есе кіші, ол пальма. Білмеймін, олейнен 2 есе кіші пальма өсіп тұр деп па, бірдеңе қылып сақтап алыңдар. Короче, бізге керек ең стеарин, пальмитин, олейн, линолин ғой, енді линолин деген аса көп қажет емес, но бірақ осының ролын айтып жатырмын, ана 2 есе кіші. Бірақ пальмитин мен стеарин ол ең маңызды. Мына екеуі өте көп кездеседі. Иә, апай. Енді сақталып отыр ма жалпы белгілі бір уақытқа сен соған внимание аударып тұрсың и қалай сақтауға болатыны туралы ойланып тұрсың. Осының өзі кішкене көп жаңағы мидың жұмыс жасауына және сол нәрсенің сақталуына әсер етеді. Түсінікті отыр ма? Иә, апай. Енді сақталды ма? Енді жақсылап жаңағы осыларды ойыңа түсіріп тұрып, дәптеріңе мынаны көшірмей тұрып, білмей тұрып жазып ал. Мысалға, қазір жаңа апай не айтты, осы ретімен жазып көрейін, сосын пальмитин, стеарин деген өзің ойынша жазып көр, сақталғанынша. Сосын тағы бір рет жақсылап қарап тексеріп ал. Содан кейін сенде уже постоянныға қалып қоятын болады. Сен соны білсең, ар жағында гидролиз реакциясы, мына жердегі глицерин дегендер негізі проблема емес, иә? Мына жері, кішкене майдың кезінде міне глицерин болады да, глицерин. Сутектің орнында СО тұрады. Байқадың ба? И сосын СОның қасында міндетті түрде радикал болады. И бұны майды жасау дым қиын емес меніңше. Алло? Қалайсың, жақсың ба? Жақсы. Көтермеді жаңа. Тағы бір рет звондап көрейін қазір. Жақсы. Жақсы. Да. Жақсы, енді мына жерде не өзгеріп тұр? Жаңа сабақ түсінікті болды ғой, маған қайта оралмайсыңдар ғой? Енді сақтайсыңдар ғой, иә? Сақтайсыңдар ма, точно? Точно айтыңдар, жазып алып, лекцияларын жіберіңдер. Мына жерде күкірт там плюс 6-дан өзгеріп тұр, күкірт нешеге? Минус 2-ге, иә? Күкірт минус 2-ге. Потом өзгеріп тұр бізде иод, иә? Иод минустан нөлге. Иод 2-0-ге өзгеріп тұр. Тотықтырғыш. Иә. Тотықтырғыштың алдына қойылатын деп тұр ғой. Негізі минус 2-ден плюс 6 шығу үшін не істейсің? 3 ба? 4 электрон. 8 электрон. 8 қосасын, иә? 0-ден минус 1 шығу үшін? 2 электрон. Йодтың алдына 2 қоямыз. Мен 2 болады, иә? Мына жерде 2-мен. Енді ол 2-ні мұнда, 8-ні мұнда қоямыз, ол қысқарады. 1-де неше болады? 4 болады. Енді қара, мынау не плюс болса, ол тотықтырғыш па, тотықсыздандырғыш па? Тотықсыздандырғыш. Тотықтырғыш. Тотықтырғыш. Қосып ал. Мынау тотықсыздандырғыш. Енді не үшін сен 1 деген нәрсені мына жақта коэффициентті жазбайсың? 1 ылғи жазылмайды ғой? Иә, 1 болса жазылмайды. Оң жағындағы бізде тотықтырғыштың алдына қойылатын коэффициент десе, біз міндетті түрде оң жағына қойылатын коэффициентті табу керекпіз. Оң жағын, сол жағын деген мына жақты. Реагент жақты. Ал мына жаққа уже тотықсызданып кетті, уже тотығып кетті. Бұл жақтың проблемасын айтпаңыздар. Сізден или тотықтырғыш, или тотықсыздандырғыш сұраса, реагент жақтағы қойылатын коэффициенттерге қарайсыздар. Енді қараңыз, иоты бар жерге 4 қоямыз, солай ма? Иот жалғыз тұрған жерге 4 қоямыз. Мұнда иот неше болды уже? Калийдің алдына 8 қойыламыз. Маған 8 қоямыз. Ол 1 болып кетті. Мына жақта калий 8 болу үшін. Калий 2 есе 4-нан 4 қоямыз.
Енді қараңыз. Оттектерді санаймыз. Оттек мында 4 болғасын, мына оттектің алдына 4 қоямыз, иә? Шек өсетін алдына 2 қою керек па? Енді қараңыз, мына жерде 2 сутек, 8 сутек, мында 2 сутек. Қоссаң 10. 10 болу үшін мынаған 5 қою керексің. Иә, 5. Иә. Ал күкірт ше? Күкірт 5 қойсаң келеді, иә? Мына жерге 5 қойсаң, не күкірт? 4, 5, иә, 5. Мына жақта 1 күкірт, мына жақта 4 күкіртің бар, 5. Сонда біз мына H2SO4-тің алдына қойған 5-ті белгілейді екенбіз. Мына шығып тұрған санды емес, мына жақтағы сандарды емес, біз реагент жаққа теңестіру арқылы не қойдық тотықтырғыштың алдына, яғни күкірті бар жерге. Соны біз мында жазу керекпіз. Түсінікті ме анау? Иә. Міндетті түрде реагент жаққа қойылған сандарыңызға қарайсыз. Егер сізге тотықсыздандырғыштың алдына қойылған сан болса, онда сіз мына жақтан 8-ді белгілейсіз. Калий. Иә. Жақсы, енді келесі. Метан мен этанның массасы 3,8 грамм қоспасының қалыпты жағдайдағы көлемі 3,36 литр болатын қоспадағы газдардың зат мөлшері дейді. Осыны шығара алмай қойдым апай. Апай алдын шығарған есеп емес па? Екеуі де реакцияға жүреді ғой. Екеуінде қалай болады? С2H6. Бірінші, метан H4, одан кейін этан S2H6. Екеуінің массасы 3,8 грамм. Қалыпты жағдайда көлемі 3,36 литр. Осы екеуінің көлемі 3,36 литр. Қоспадағы газдардың зат мөлшері. Қалай шығарып едік? Апайымда реакция ештеңе Бұл реакциясы жазылмаған. бола ма, апай? Даусыңды шығаршы. X, Y пен шығарайын деп едім, мұнда бір реакция осыны жандыры деген сияқты ештеңе берілмепті де. Негізі біз осындай есеп шығардық, иә? Сәл басқаша екен. Ау? Соған ұқсайтын ол басқаша екен. Метан мен этан берілген ода да. Қайдан қоспа есептен де бұны көрмедім, білмеймін. Мына есепті қайдан алдыңыз? Ол кезде көлемді білесіз табылып келеді біздің есепте. Сонымен шатастырып отырсыздар ма? Метан мен этанның массасы 3,8 грамм қоспаны қалыпты жағдайда көлемі 3,36 литр. Қоспадағы газдардың зат мөлшері. Апай, бірнеке Екі зат мөлшер. Бірінші массаға байланысты, одан кейін көлемге байланысты. Көлемге байланысты В-ның ВМ-ге қатынасы, ал массаға байланысты массаның МР-ге қатынасы, иә? Иә. Иә. Бізде 2 масса бар. Жалпы масса екеуінікі бірдей болып тұр ғой. Екеуінің массасы беріліпті, біз жеке-жеке білу керекпіз. Екеуінің көлемі беріліп тұр, біз жеке-жеке білу керекпіз. Түсінікті отыр ма? Сонда 3,8-ді метанның емеріне бөлеміз ба? 3,8-ді метанның емеріне М1, бөле М2 деп алмаймыз. шығарып. Ау? М1, М2 деп. Мынадай нәрсе бар, иә? Мольді табатын болсақ, массаны МР-ге бөлеміз ғой бұл жерде. Массасы немес. Короче, былай істеуге болатын шығар. 3,36-ны 44/8-ге бөле аламыз ғой, иә? Қанша болады? 0,0 қазір. Кеше өстіп шығарған қазір. Апай. 0,075. 0,075. 0,075. 0,075, иә? 0,075. Иә.
нөл бүтін нөл жетпіс бес. Отдельно массаларынікі болса. 0,075. Кішкене 16. Апай, Ал 16. 3/100 22/4-ке бөлсек 0,15 шығады екен. 4/115. Бұл болмай ма жауап? 3,36-ны 22/4-ке бөлгенде ма? Иә, 0,15 шығады екен мынау. G жауабы. Жоқ. Біз отдельно өзіне не істей алмаймыз ғой, тәтір. 16 зат мөлшерін x десек. Масса. Ол массаға тең, иә? Қосылған. Мынанікі 30 ба? 30, Иә, 30x. Тең болады, ол 3/8-ге. Солай ма? иә. Енді мына жерден молі x деп алатын болсақ, мына x-ті. Көлем 3/36. Олар 3/36 литрге тең болады. 22/4 x пен 22/4 y-ті қосқанда. Дұрыс па? Иә. Екіншісі y деп алуға болады негізі мынаны. Біреуін x, біреуін y деп алсақ. Мынандай теңдеуді шығару керек болады ол кезде. Мына жерде 22/4-тен құтылып кетуге болатын еді ғой жүйеде. Қалай еді? Барлығын 22/4-ке бөліп жібереміз ба? Ол кезде 1 шығады, x қосылған y тең 3/36-ны 22/4-ке бөлсең 0 қанша дедің? 71. 0,15 дейді. 0,75. 0,15. 0,15 шығады. 3/36 бөлінген 22/4. 0,15, иә. 0,15, мына жерде 16x қосылған 30y тең 3/8. Енді осыдан x табайық. X Ана жерде 0,15 минус y, иә? Иә. Оны мына x-ке қоямыз. 16 0,15 минус y қосылған 30y тең 3/8. Енді 16-ны 0,15-ке көбей. 16-ны 0,15-ке. 2/4 ба? Минус 2/4. y плюс 30y 2,4. тең 3/8. 30-ден 16 алсаң 14 y, иә? 14 y тең 3/8-ден 2/4 аласың. 3/8. 1,14. 1/14. 1/14-ті 14-ке бөлесің. 0,1. 0,1. Значит, 1 моліміз ол 0,1 болды. Енді екінші моліміз ол 0,15-тен 0,1-ді алғанға тең ғой. Значит, 0,05-ке тең. 0,0. Аш жауабы. Апай, осы есепті шығара алмай жүремін неше күн бойы. Апай, негізі осындайлар көп кездеспейді, иә? Өте көп кездеспейді, бірақ кішкене логикаға салып, менде ойланып, екеуінің мынау молына x деп қойып, менде ойландым шамалы. Бірақ осы есептелген Осыған кеше миым жетпей қойды. шығара алмадым. Жақсы, енді жалпы x, y қойып, екеуін істеуге болады ма екен? Иә, болады екен. Келесіде ойда болады, менің де ойымда болсын. Ладно. Енді мына жерде не дегенсің? Ақ еркен, аяғы ма, басы ма? Құрамында 92% көміртегі бар. 1 тонна кокс толық тотықсызданатын магнетит массасы, иә? Бізде 2 минутта уақыт бар екеніміз. Енді жалпы 1 тонна оның 92% таза болып тұр. 1 тонна ол 100% зат, ол 92% таза болса, сразу 92-ні табамыз. 0,92.
0,92 тонна, ол деген 920 килограмм. Иә. 20 килограмм. Енді магнетит деген не? Апай магнезит емес па? А? Магнезит емес па? Магнетит. Магнетит деп тұр ғой мына жерде. Магнезит деген де бар ғой. Бірақ магнетит деген ол негізі құрамында көміртегі жоқ зат еді ғой. Апай ол темір екен ғой вообще. Тотықсызданатын. Иә. Темірдің оксиді ғой. Темір 3O4 деп алуға болады негізі магнетитті көбінесе. Апай мен чатқа жіберіп қойдым. Жоқ, енді темір 3O4 сен бөліп жазып тұрсың ғой соны. Темір 3O4 осыны көміртекке қосқан ғой. Жалпы бұл жерде SO2 плюс темір шығады, иә. Бұл жерде тотықсызданатын магнетит, значит, мына жердегі көміртек сізде 920 беріліп тұр да. Сіз мынаны табу керек болып тұрсыз ғой. Иә, теңестірейік, мында 3 қоямыз, мында оттек 4 болғасын 2 қоямыз, көміртек 2 болып қалады, иә? Дұрыс па? Енді теңесті ма? Иә, апай. Теңесті 2 көбейтілген 12, мынау 160 беді. 56-ны 3-ке көбейтіп, оған 64 қосамыз. 56 көбейтілген 3, қосылған 64. 232 ма? 232. Иә, апай. Көбейтесің 920-ға, бөлесің 24-ке. Бөлеміз. Немесе 232 көбейтілген 0,92 бөлінген 24 десе де болады. Ондай жауап жоқ па? 8,89. Ал 8